Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы 90 ортасында келген оқушыны қалай бағалауға болады. 90-ның ортасында келген оқушы журналда тек мектепке қабылданған күннен бастап көрсетіледі. Басқа 90-дарда ол оқушы көрсетілмейді. Яғни бағалар БЖБ, ТЖБ, формативті бағалау мектепке келген күннен бастап қойылады. Ол оқушы мектепте болмаған кезең үшін бағалар қойылмайды. 90-дық балл қолмен есептеледі және есептеу кезінде осы және алдыңғы мектепте алған барлық формативті бағалауы БЖБ, ТЖБ балдарын ескеруіміз қажет. Қойылған формативті бағалау БЖБ, ТЖБ туралы ақпаратты алдыңғы мектеп қызметкерлерінен сұрастыруға болады және мектеп табелінен көруге болады оқушының. Экранда көріп тұрғандарыңыздай жарты жылдық бағаны есептеу формуласы қандай болады? Яғни алған БЖБ, ТЖБ балдарын бөліп, бірінші 90 мен екінші 90-ның БЖБ балдарын 100-ге көбейтсеңіздер, сіздерде жалпы бағаларыңыз шығады. Тура сол сияқты 90 бойынша есептеу формуласы, осы формулаға қарап есептесеңіздер болады. Егер оқушы 90-ның ортасында мектептен кеткен болса, ол оқушы журналда 90-ның соңына дейін көрсетіледі. Бірақ ол кеткен күннен бастап бағалар қоятын ұяшықтар бұғатталады. Өздеріңіз көріп тұрғандай күлгін түске боялады. Келесі 90-да ол оқушы журнал бетіндегі балалар тізімінде болмайды. Мысалға, Ерлан қызы Нұрай қараша күні кеткен, 15 қараша күні 3-ші 90-да бұл оқушы оқушылар тізімінен алынып тасталады автоматты түрде. Видео сабағым сіздерге көмегін тигізеді деген сенімдемін. Сау болыңыздар.